Бүгін біз мектеп кітапханашыларына арналған 80 сағаттық курсты аяқтадық. Курс барысында Ғалия Аманберді қызының теориялық және практикалық жұмыстарын өзімізге үлгі ретінде, кітапхана жұмысына көмек ретінде үлкен бір қуанышпен қабылдадық. Соның ішінде қазіргі кезеңде Ғылым білім министрлігінің мектеп кітапханалар жұмысын қолға алуына байланысты, республикалық оқуға құштар мектеп жобасын қолға алуына байланысты осы курста алған біліміміз де, білігіміз де өте маңызды деп ойлаймын. Соның ішінде мысалы оқырмандардың болмдық теориясы өте кітапханашыға қазіргі заманда қажетті лекция болды. Сонымен бірге кітапханашы портфолиосын құру және көпшілік жұмыстардың жаңа форматтары сияқты көптеген мағлұматтар біздің жұмысымызға көмектеседі деп ойлаймын. Сонымен бірге курс барысында теориямен бірге практикалық көп жұмыстандық. Соның ішінде мысалы бір кітаптың ізімен дала фольклорының антологиясының 10 томдығына байланыстыра отырып, соның ішіндегі ғибратты әңгімелер, ғибратты өлеңдер, салт дәстүр, тыйым сөздер сияқты осы бір кітаптың ізіменен қойылған қойылымдар, сұрақ жауаптар, тағы да басқа жұмыстар біздің кітапханамызға кәдімгідей бара сала қолға алатын нағыз қажетті практикалық шара болды деп есептеймін. Курс барысында анаға тағзым және өлкетану музейлеріне саяхаттадық. Онда да өзіміздің жұмысымызға қажетті мағлұматтарды кеңінен алып, өз жұмысымызда толық пайдалануға мүмкіндік болды. Осы курсты ұйымдастырған және жүзеге асырған өрлеу біліктілікті арттыру институтына және Ғалия Аманберді қызына шексіз алғысымызды білдіреміз.